Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен мен Рико, және де бүгін біз видео түсіретін боламыз. Сіздер менің видеоларымдағы комментарияға жазып кетесіздер, қалай видео түсіруге болады, оны қалай түсіреді, қалай монтаждайды деген сияқты. Мен сол сұраққа жауап берейін деп видео түсірдім. Видеоны осы DU Recorder деген программа арқылы түсіруге болады. Бұл программа өте керемет. Осылай басқан кезде бұл жерде бізге төрт неме тұрады. Ол экранны бүйтіп әрбір жеріне ауыстыруға болады. Егер де бүйтіп X-қа апарып өшіріп тастауға болады. Үйстім ашып басқан кезде осындай ашылады. Одан кейін мына 4 домалап тұрғанға бассақ, осындай экранға түсеміз. Осындай экранда біріншісінде осы міне көптеген экрандар бар. Бірінші экранда бұл жерде сіздің түсірген видеолар сохранить етіліп тұрады. Екінші түсірген фотолар сохранить етіліп тұрады. Үшіншіде бұл жерде әртүрлі стримдер болып жатады. Сіздер әрқайсысына кіріп тексере алып көре аласыздар. Және төртіншіде бұл жерде ең қызықтысы монтаж жасай аласыздар. Видеоны бір-біріне қосып, бір-біріне ажыратып, сөздер қосып орталарына әртүрлі монтаж жасауға болады. Редактировать видео, әртүрлі монтаж видео жасауға болады. Және де төртінші мына настройкасында, яғни бұл жерде настройкасын түзеуге болады. Өзімнің қысқадан нұсқа настройкасын айтып кетейін. Бұл жерде егер де сіздің соткаңыз қуатты, мықты болатын болса, 1080p қойыңыз. Егер де сіздің соткаңыз әлсіздеу болса, бірақ та орташа деңгейлік болса, 20-ға қойыңыз. Качество видео дейді. Бұл жерде сіз неғұрлым төмен қойсаңыз, соғұрлым сізде ойын қатпайды, бірақ та экранның графикасы нашар болады. Менікі ең жоғарыда тұр, сондықтан жақсы көрсетеді. Және кадр секунды. Бұл жерде 60 FPS, 50 FPS, әртүрлі FPS-тер бар. Бірақ та бұл жерде автоны қойыңыз, немесе 30-ды қойыңыз. Бұл жерде 60-қа қойғанмен ол FPS-іңіз көбейіп кетпейді. 30-ға қойсаңыз, ол дәл сізге дәлме-дәл. 30 FPS-те жақсы түсіруге де болады, қатпайды. Және ориентация видео, бұл қалай тұрады видеоның сол жағына байланысты. Тігінен тұрама сол жағына запись видео. Яғни сіз наушник арқылы сөйлей алып, соны жаза аласыз. Және де бұл жердегі тағы да басқандай бұл местоположение видео, сіздің видеоңыз қай жерге түседі, сохранить етіліп сол жайлы. Және де управлениеда бұл жерде мынандай күшті настройка бар. Телефонды бүйтіп сілкейтін болсаңыз, сіздің видеоңыз өшіп қалады. Яғни сіз видео түсіріп жатсыңыз, видеоның соңғы кезеңінде жарайды, сау болыңыздар достар деп айтасыз да, соткаңызды сілкейсіз, сол кезде видео өшеді. Және таймер қоюға болады. Менікі 3 секунд тұр. Бұл программа өте керемет түсіреді. Бұл программамен қолданыңыздар деп кеңес бере аламын. Сондықтан да осы программа арқылы, DU Recorder деген программа арқылы осы арқылы видео түсіріп YouTube-қа сала аласыздар. Тіпті бұл жерде монтаж жасауға болады. Міне, өте керемет программа. Ал осыны айтайын дегенім, сіздерге видео сіздерге керек болды деген ойдамын. Жауап алды деген ойдамын. Енді сау болыңыздар достар. Келесі видеода кездескенше. Тіпті тез сөйлегеннен шатасып та кеттім.